Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше духовкада жасалатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда хит болып жатқан тағамдардың бірі, еті де, көкөністері де, наны да барлығы жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Електен өткізілген ұнымызға тұзымызды, ерітілген сары майымызды және бір ас қасық қаймағымызды салып, суымызды құйып, алғашында судың бір бөлігін құйып, осылай қасықпен араластырамыз. Кейін екінші бөлігін құйып, жақсылап, жұмсақ қамыр етіп иірмейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды осы ыдысымыздың астында тындыратын боламыз 15-20 минут. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Осылай сиырдың етін мен осындай 4 бұрышты формада турап алдым. Ендігі кезекте көкөністерімізді турайтын боламыз. Өзіңіз қалаған кез келген көкөністерді қолдансаңыз болады. Ең алдымен пиязымызды осылай видеодағыдай 4 бұрышты етіп ұсақтап турап алатын боламыз. Картошкамызды да жуып тазалап, осылай 4 бұрышты формасында турап аламыз. Болгар бұрышын да дәл осылай турап аламыз. Қалған көкөністерден қызанағымызды, бір дана, бір тіше сарымсағымызды және де ас көктен өзіңіз қалаған қолдансаңыз болады. Мен ақ желкенді қолдандым. Ақ желкенді де дәл осылай ұсақтап турап қосатын боламыз. Татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Менде бұл жерде тұздалған ет болғандықтан мен тұзды көп қосқан жоқпын. Егер де сізде тұздалмаған ет болатын болса, тұзын өз қалауыңызша татымына қарай қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз және де оливковый масло, яғни зәйтүн майын қосып, тағы бір араластырып аламыз. Егер зәйтүн майы сізде болмаса, сұйық маймен алмастырсаңыз болады. Тынған қамырымызды осылай бір илеп алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырларымызды осылай дөңгелек формасына келтіріп, қалған бөлігін осылай ыдысымыздың астында қалдырамыз және де бір бөлігін жаятын боламыз. Дәл видеодағыдай қалыңдықта жайып аламыз. Міне осылай қамырымызды осындай жұқалықта жайып аламыз және де
кесемізді осылай кішкене майлап алып, қамырымыз жабыспас үшін майлап аламыз, және де осыған қамырымызды орналастыратын боламыз. Қамырымызды толықтай орналастырып алғаннан кейін ішіне салмасын салып, барлығын қамырмен жауып шығатын боламыз. Осылай салмасын салып алғаннан кейін қамырымызбен бетін жауып шығамыз, және де осы кесемізден босатып алып, пергамент қағазы төселген формамызға орналастыратын боламыз. Қалған қамырларымызды да осылай жайып алып, дәл осылай жасайтын боламыз. Және де бұл қамырмен бұл орташа шағын қамыр болғандықтан, екінші кесе менде қолданған кесем кішкентай кесе болды. Яғни балаларыңызға осындай кішкентай кесемен жасайтсаңыз болады. Дәл осылай майлап алды кесені, және де осылай қамырымызды орналастырып, ішіне салмасын салып, толықтай бекітіп шығамыз. Егер де үлкендеу етіп жасағыңыз келсе, осындай сорпа ішетін ыдысқа осылай орналастырып майлап алып, дәл осылай жасасаңыз болады. Ер адамдарға үлкендеу етіп жасайтын болсаңыз, дәл осы әдісті қолдансаңыз болады. Қалған осындай кішкентай қамырдың бөлігін осылай созып алып, алақанымызбен созып алып, ортасынан бір бөліп, бекітіп, айналдыра отырып өріп шығамыз. Және де осы қамырмен біз тағамымызды әсемдейтін боламыз. Осы қамырымыздың үстіне осылай қойып, қақпағы іспетті етіп жасап шығамыз. Және де екі шетін бекітеміз, және осылай домалақ қамырды дөңгелектеп, қақпағын ұстайтын тұтқа секілді етіп жасаймыз. Барлығына дәл осылай жасап шығып, ең соңында жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градуста 1 сағат пісіреміз. Міне біздің духовкада піскен ең ерекше тағамымыз дайын болды. Тағамды ұсынар алдын осылай қақпағы секілді бөлек осылай пышақпен кесіп аласыздар. Яғни бұл бетін осылай кесіп алғаннан кейін қақпағы секілді ашылатын болады. Ортасы осындай болып шығады. Ешқандай да еті де, картошкасы да піспей қалмайды. Толықтай пісіп, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамыры да жұп-жұмсақ, ешқандай да қатты болып қалмайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта арнамда түрлі рецепттермен тұрақты түрде бөлісетін боламын. Арнамнан алыстап, жаңа видеолардан қалыс қалмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
қош сау болыңыздар.